Бүгін Айнұр Асанберді сіңімнің үйіндеміз. Қараңыздар, кіргеннен бастап қандай дизайндар. Күшті. Шаңырақтың көзін қараңыздар. Мен бүгін Қытайдан келіп, қыздар осылай бас қосып, ертең бір-ек қызымыз оның үстіне Кореяға жол жүреді. Сол себепті бүгін келе сала қайтадан демалуға кірістік. Демалыстың артынан демалыс керек дей ма, қыздар? Мінекей, Айнұр ханымның өзінің қолынан жасаған осындай керемет дәммен ауыз ашып жатыр қыздардың барлығы. Иә, менің сыбағамның өзін көрмейсіздер ма? Жақсылап тұрып бәрін. Қолыңа дерт бермесін, Айнұрка. Жақсылықтарын көп. Достай ма деп қайрат. Иә, ол жерде жаңа қаншама адам кіріп алған адамдар тұрды Қытайда. Кірмей қалған 100-200 адамды қайтадан қайтарып тұр. Күзетшілер өте ол жақта өте қатал екен. Сонымен бізді 1 сағат тексеріп, сағызымыздың арасынан тексеріп, құртты түсінбейді ғой. Енді бұл жерде ал Айнұр сіңлімнің мына көпірдің астындағы суын білетін жастар. Астында түрлі балықтар жүріп жүретін. Сол мінекей көлшігі көрінбей тұр, қараңғыда. Етті жеп алдық, ауызды ашып алдық. Енді бізде бассейнге түсіламыз деп айтамаймын, но бассейн ғой. Бірақ моншаға түсеміз. Моншалары енді бұлардың супер ғой. Жанында тұрмыз келінім, Сәуле сіңлім. İşte tағы да қыздар. Жүрегімді ұстап тұрып. Иә, қыздар осында уже. Вау. Күшті. Баня. Бізде баня. Вальске сөзі. Инструменттерге. Әрқайсымыз тұра қалайық та. Керемет кеш болсын. Ал енді мына жақта моншамыз. Мынау бүгінгі біздің жакузиді бассейнімізді салайық. Мынау парнаямыз. Вау! Супер. Иә, шоколад пен клубникамен шай ішпекші қыздар. Мына жақта жаңағы банямыз болса, банядан кейін таза ауа қандай керемет, қараңыздаршы. Айнұрканың жасамайтыны жоқ. Ана жақта да бассейн бар сияқты. Күшті. Суды қайда қауым? Не деген қазық артта. Жалжая. Керемет ас болсын. Әдемі. Негізі екеуміз уже неше жыл болды, 30 жыл болды, 30 жыл қалды ғой. Әйтеуір ылғида қашанда жақынбыз, бір-бірімізді қолдап тұрамыз, бір-бірімізге ауыр сөйлетпейміз. Бала-шағамыз аға қарындасып, араласып, мені бәрі дәмама деп бала-шағасы. Негізі барлығы жақсы осына келіндеген абысындардың тату керек қой, тату болдық, да? Тату болса бәрі күшті болады.